Ассалаумалейкум достар, сіздер Red White YouTube каналындасыз. Бүгін Ақтөбе мен Қызылжар арасындағы матч. Соны бүгін бірге көретін боламыз. Ал кеттік. Пасторица өз-өзіне аудан жүр. Алына Жапанжар пас берді, дегенмен де Шутимачев өз-өзінен аудан жүр. Тимур Досмағанбетов топ қанғанаға тиді. Сонымен достар, бірінші тайм аяқталды. Есеп 0-0. Пас беруге болады, неді ғой? Пасторица. Өкінішке орай Ақтөбе командасы жеңе алмады. Дегенмен де ұтылғаны жоқ. Саламатсыздар ма? Red White YouTube каналы. Соңғы 12 күнде Ақтөбе 4 матч өткізді. Осы тығыз кесте Ақтөбе ойыншыларын физикалық тұрғыдан қалай әсер етті? Бұл және де осындай тығыз кесте нәтижеге де әсер етті ме? The guys who are sitting on the bench, they are from the B team. Age average is 19 years. It is not easy for them to jump to a game like this and to help the team. But they are doing very well in the training sessions and training process, and I believe that in the future they can help. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Келесі видеоларда кездескенше алға Ақтөбе.